Неліктен кейбір көшбасшылар сәтсіздікке ұрынады? Бірінші, жағдайдың анық-қанығын білмеу. Білікті басшы көз алдында болып жатқан жағдайдың анық-қанығын нақты біліп отыруға тырысады. Ол уақыттың тапшылығын, жұмыстың қауырттығын ешқашанда желеу қылмайды. Мейлі басшы яки қарапайым жұмысшы болсын, қолының бос емесін сылтау қылып, жоспарын өзгертуден бас тартса, ол өзінің қауырсыздығын мойындағаны болмақ. Білікті басшы жағдайға үнемі қанық болумен қатар, оны назарында тыс қалдырмайды. Бұл оның жұмысты дұрыс ұйымдастырып, қол астындағылардың міндеттерін олардың білігіне сай бөліп беру қасиетімен астасып жатады. Екінші, қара жұмысқа жеріне қарауы. Жақсы басшы қажет болған жағдайда қол астындағылардың істейтін жұмысынан да еш қиындықсыз атқара білуі керек. Ұлық болсаң кішік бол деген нақыл сөзді барлық басшылар жадында сақтағаны абзал. Үшінші, атқарған жұмысы үшін емес, сол жұмысты атқаруға қажетті білігі үшін ақша төлеуді талап ету. Дүниеде білгенің үшін ғана ақша төлейтін ешбір ұйым жоқ. Адамдар өзінің атқарған еңбегі үшін немесе басқаларды жұмысқа жұмылдыра білгені үшін ғана ақша алады. Төртінші, бәсекелестік құру. Қол астындағылардың бірі оның орнын тартып алуы мүмкін деп ойлайтын басшы күндердің күнінде осы жағдайға жолығады. Білікті басшы керісінше қол астындағылармен өз лауазымының құпиясын бөлісіп, өз еркімен орнын босатып беруге даяр болуы керек. Тек осылай істеу арқылы ғана білікті басшы өз қолдаушыларының санын арттырып, бір мезгілде бірнеше жерде бірнеше қызметті қатар атқаруы мүмкіндігіне ие бола алады. Қол астындағыларды біріктіріп, оларды жұмысқа жұмылдыра білгені және оларға мол мүмкіндік бере білгендігі үшін басшыларға ақша төлейтіндігі құпия емес. Білікті басшы өз білігі мен басқаларды маңайына топтастыра білуі арқылы басқалардың еңбегінің тиімділігін арттырады. Сөйтіп, басшының көмегінсіз-ақ басқаларға қызмет етуіне жағдай жасайды. Бесінші, қиялдың жетіспеуі. Қиялсыз, армансыз басшы қиын жағдайдан жол тауып кете алмайды және қол астындағыларды басқарудың тиімді жоспарын жасай алмайды. Алтыншы, өзімшілдік. Қол астындағылардың жеткен жетістіктерінің барлығын тек өзімдікі деп қабылдайтын басшы басқалардың наласына қалары сөзсіз. Нағыз басшы жеңіс пен жетістікті басқалармен бөлісуге әрқашанда дайын тұрады. Мұндай басшы жеңісті кім әкелгенін біледі және жетістікке қол жеткізген кезде оны басқаларға жеткізуге асық болады. Себебі ол кейбір адамдар үшін жетістік пен жеңіс ақшадан да маңызды екенін біледі. Жетінші, діліне берік бола алмау. Өзінің кемшіліктер мен әлсіз жақтарын түзеуге талпынбайтын басшыны қол астындағылардың сыйлай қоюы екіталай. Діліне берік бола алмайтын басшы қол жеткізген жетістігінің күл талқанын шығарып, осы іске қатысы бар жандарды кері тебеді. Сегізінші, ісіне шын берілмеу. Бұл қасиет тізімнің ең басында тұрғаны жөнде болар ма еді. Өз ісіне шын берілмеген, міндетін дұрыс түсінбейтін және өзінен жоғары немесе төмен қызмет атқаратын адамдарға адал болмаған басшының басшы ретіндегі мансабы ұзаққа созылмайды. Тұрақсыз басшымен ешкім санаспайды және ол өзіне тиесілі құрметке ғана қол жеткізеді. Ісіне толық берілмеу мен қол астындағыларға адал болмау бастаған істің күйреуіне алып келетін сенімді жол. Тоғызыншы, беделге иек арту. Нағыз басшы қол астындағыларды қорқытып, үркіту арқылы емес, керісінше жігерлендіру арқылы бір іске жұмылдыра біледі. Басқаларды қорқыту арқылы нәтижеге жетуге талпынатын басшыларды күш арқылы басшылық қызметке қол жеткізгендердің қатарына жатқызуға болады. Егер басшы нағыз басшы болса, ол қорқытып үркіту тәсіліне жүгінбейді. Оның басты құралы ақыл, басқаларды түсіне білу, адалдық, әділеттік және жұмысының қыр-сырын бес саусағындай білуі. Оныншы, шенге елігу және тәкаппарлық. Білікті басшы басқалардың оны сыйлауы үшін ешқандай да шенді қажет етпейді. Өз шеніне арбалған басшылар да әдетте басқа ешқандай да ауыз толтырып айтар қасиет болмайды. Нағыз басшының есігі крем деушілерге үнемі ашық болады және оның жұмыс істеу қағидасында құр айқайға жол жоқ. Жоғарыда айтылғандар басшыларды құрдымға кетіретін себептердің бастылары ғана. Сонымен қатар олардың біреуі ғана барлық істі күйрете алады. Басшылық қызметке қол жеткізуді көксеп жүрсеңіз, осы айтылғандарды мұқият зерделеңіз. Сөйтіп, мүмкін болған жағдайда мұндай жағымсыз қасиеттерден арылудың жолын қарастырыңыз.